Зайырлылық және дінтану негіздері бұл келесі оқу жылынан бастап барлық мектептерде жаппай оқытылатын жаңа пәннің атауы. Бұл туралы бүгін елордада өткен дінтанушылардың 5-ші форумында мәлім болды. Осыған дейін дінтану негіздері 9-шы сынып оқушыларына тәжірибелік тұрғыда оқытылған болатын. Енді жаңа оқу бағдарламасына бірқатар өзгерістер енгізіліп отыр. Басты мақсат ғасырдан ғасырға мирас болып келе жатқан қазақтың дәстүрлі дінін кейінгі ұрпаққа насихаттау, жастардың теріс ағымның жетегінде кетуіне жол бермеу, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу. Жаңа бағдарламада біз әсіресе зайырлық мәселеге көбірек көңіл бөліп отырмыз және діни ағымдардан сақтап қалу, олар туралы ақпарат көбірек қосып жатырмыз. Жалпы жастардың арасында патриоттық сезімді, рухани құндылықтарды сақтау, дәстүрлі құндылықтарды сақтау, сондай көптеген мәселелерді біз қазір осы білім жүйесіне енгізіп жатырмыз. Бізге ислам діні кітаппен келді. Нағыз таза дін келді. Арабтың киімін, тамағын, дәстүрін, басқа жағдай қабылдамаған. Мәселен, бізге жеті ата деген ұғым бар қазақта. О, мыңдаған жылдан бері келе жатқан. Жеті атаға дейін жастар бір-бірімен неке қия алмайды. Арабтарда мәселен олар немере, шөбере бір-бірімен араласып ала береді бір-бірін. Бізде мәселен жеті ата. Біз сол заманда біздің бабаларымыз айтқан қазақтың дәстүрімен өмір сүреді. Арабтың дәстүрімен өмір сүреді.